Істі кейінге қалдырумен күресудің 4 жолы. Адамдардың 95%-і істі кейінге қалдыруға бейім келеді екен. Ал прокрастинацияны күнделікті әдетке айналдырудың салдарынан тіпті ауруға шалдығады. Бірақ көбі біле бермейді. Құрметті оқырманым, өте мықты пайдалы ақпарат айтылғалы тұр. Міндетті түрде мұқият тыңдап алыңыз, каналға жазылып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бірінші, дедлайн қою. Іске кіріспес бұрын тапсырманы аяқтайтын уақытты белгілеңіз. Сол уақытта орындаңыз. Екінші, жоспар құру. Ертең орындауыңыз керек жұмысты рет-ретімен қағазға түсіріңіз. Орындалған соң белгі қойыңыз. Бұл әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңізді қадағалай аласыз. Қағазға жазылған дүниелерді ми орындауға тырысады. Үшінші, тапсырманы орындауға келіспес бұрын қолыңыздан келе ме, жоқ па анықтап алыңыз. Егер тапсырманы орындау қиынға соқса, көмек сұрап шешімін табыңыз, бірақ кейінге қалдырмаңыз. Төртінші, бөліп орындау. Тапсырма ауыр болғандықтан ми оны кейінге қалдыра береді. Сондықтан жеңіл деңгейден бастаңыз. Мысалы, кітап оқу керек болса, бастапқы күніне 5 бет оқимын деп қана жоспарлаңыз. Енді тапсырма жеңілдеді. Мимен келісіп алыңыз. Бұл ғана емес, кез келген істі атқарған кезде миыңызбен келісіп алыңыз. Ал сізде прокрастинация бар ма, құрметті оқырманым? Қалай күресесіз? Комментарийға жаза кетіңіз. Өз пікіріңізбен, ойыңызбен бөлісе отырыңыз. Каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз.